Құрметті әлеуметтік желі көрермендері, біздің жас оқырмандарымыз, сіздердің назарларыңызға аудандық балалар кітапханасы 2 сәуір халықаралық балаларға арналған кітап күніне орай болашаққа кітаппен атты онлайн танымдық сағатын назарларыңызға ұсынады. Кітап нәзікте тұнық әлем. Кітап білімнің түпсіз аспаны, терең бастауы. Халықаралық балаларға арналған кітап күні 1967 жылдан бастап жыл сайын дат жазушысы Ганс Кристиан Андерсеннің туылған күніне орай, яғни сәуір айының 2-сінде аталып өтіледі. Халықаралық күн саналатын атаулы мереке аясында түрлі балалар кітаптары жарнамаланады. Көптеген елдерде балалар мен жасөспірімдер кітап апталығы аясында әлемнің үздік кітаптарына арналған байқаулар, көрмелер, конференциялар мен фестивальдар өткізіледі. Ганс Кристиан Андерсен, дат жазушысы, әлемге әйгілі балалар және ересектерге арналған ертегілер авторы. Импровизатор, Дик скрипкашы, Қос Бронесса романдары, Мулат пьесасы, Ақын базары, қолжазба очерктер кітабы, Менің өмірімнің ертегісі өмірбаяндық кітабы, тағы басқа шығармалары әлем оқырмандарына жақсы таныс. Негізінен әдеби ертегі повестермен даңқы шыққан. Балаларға айтылған ертегілер, жаңа ертегілер, оқиғалар деген жинақтары жарық көрді. Қайыспас қалай солдат, шошқа бағушы, бұлбұл, сүйкімсіз балапан, қарша қыз, көлеңке, ана, тағы басқа танымал ертегі кітаптарында жазушы ар тазалығы мен жан жомарттығын, әділет, жақсылық сезімдерін ашып көрсеткен. Андерсеннің ертегілер, Перизат, Сандық самолет, сүйкімсіз балапан, таңдамалы ертегілер кітаптары қазақ тілінде жарық көрген. Кітап адам баласының сан ғасырлық ақыл ойының жемісі, тарих мен тағылымның алтын сандығы. Кітап дегеніміз алдыңғы ұрпақтың артқы ұрпаққа қалдырған рухани өсиеті. Кітап оқудан тыйылсақ, ой ойлаудан да тыйылар едік, деген еді Ғабит Мүсірепов. Кітап таңдап, талғап оқи білу, оны түсіну мен түйсіну, алған әсерді өмір қажетіне жарата білу, әрбір адамның білігі мен білімін, пайымы мен парасатын айқындайтын алғы шарттарының бірі. Әр ұлттың, елдің келешегі мен болашағын баян еткен, тарихы мен өткенін жыр еткенде кітап болатын. Сондықтан да кітап әлемдегі құпиялы ұлы ғажайыптардың бірі дейді Горький. Онда біз әлі білмейтін, естіп оқымаған қыр-сыры көп. Оны тек кітаппен дос болған адам ғана құпиясын ашып, ғажабын танып біле алады. Құрметті оқырмандар, артық білім кітапта, ерінбей оқып көруге деп ұлы ақынымыз Абай жырлағандай, ерінбей білім алуға асығайық. Бар білімнің патшасын тек кітаптан ғана таба алатынымызды ұмытпайық. Мен Идрис Азизамын, 7 жастамын. Достар, бүгін балалар әдебиеті күні, құттықтаймын. Мен сіздерге Ыбырай Алтынсарин атамыздың өлеңін айтып береміз. Кел балалар оқылық. Бір Аллаға сыйынып, кел балалар оқылық. Оқығанды көңілге ықыласпен тоқылық. Оқысаңыз балалар, шамнан жырақ жағылар. Тілегенін алдынан іздемей-ақ табылар. Сыса көйлек үстіне тоқу менен табылар. Сауысқанның тамағы шоқу менен табылған. Өнер білім бәрі де оқу менен табылған.